Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді парда жасалатын котлеттер дайындаймыз. Ыдысымызға тартылған етімізді саламыз. Бір пиязымызды турап, оны да салып аламыз. Және де тұзымызды талғамымызға қарай бұрышымызды саламыз. Бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде осы рецептімен дайындап көріңіз, өте дәмді болып шығады. Осылай қолымызбен езгілеп, жақсылап 3-4 минуттай шамасында басып аламыз. Одан соң қолымызға осылай жақсылап қысып, формасын келтіреміз. Міндетті түрде ауасын шығарып тастау керек. Осылай өзімізге керекті формада дайындап алып, мантаваркада немесе мультиваркада пісіріп аламыз. 25 минут шамасындай пісіріп алу керек. Описанияға қалдырып кететін боламын, қанша граммнан екенін міндетті түрде кіріп қарап көріңіз. Сонымен біздің котлеттеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз, өкінбейсіз. Ас болсын.